Ассалаумағалейкум. Кеш жарық, құрметті достар. Көп адамның сұрайтыны сиырдан пайда бар ма деп. Енді сол пайда бар ма жоқ па мен есеп беріп көрейін. Мінекей, мысалы мына сиырды алсақ, мына сиыр енді соңғы сиыр, Алла қаласа ертең сойып сатамыз. Осы сиырды 245 мың теңгеге алдық. Қаңтар айында алып келдік. Сонан қорада, бірінші расходтарын айтайын. Қорада наурыздың соңына дейін тұрды, 20-25-не дейін тұрды. Енді орта есеппен 1,5 ай тұрды. 1,5 айдың ішінде мынандай бір күнде жарты пресс шөп және бір 4 килограмм жем жеп тұрды бір күнде. 30-35 күн жеп тұрды. Сол өздеріңіз ар жағын есептеп аласыздар. Енді расход сол болды. 245 мың және күніне жеген шөптері, жемі. Ал енді пайдасы. Біздер әдейі буаз туайын деп тұрған алып келдік. Келген бойдан 10 күн, 15 күннің ішінде бұл туды. Бұзаулады. Бұзауын берді. Сол бұзауын берді бір. Екінші, ол күніне бізге 7-8 литр сүт беріп отырды. Енді сол наурыздан бастап қазір осы қараша айына дейін оны біздер сауып отырмыз. Енді біздер 1 литр сүтті 200 теңгеден сатамыз. 1 литр сүтті. Ол және жаздың күні бұл сиыр орташа есеппен 10 литрден беріп отырды енді. Сол кезде біздер наурыз, сәуір, жалпы алғанда 6-7 ай оны біздер сауып отырдық. Күніне 10 литрден есептегеннің өзінде. Ол бір күнде бізге 2000 теңге пайда кеп отырды. Және біздер осы сүттен қаймақ істедік, қаймақ саттық, және мына обраткісінен творог, құрт істеп сатып отырдық. Ешқандай расход болмады. Сосын және өзінің бұзауын саттық оптымнан. Енді 6 айлық бұзауларды 90 мыңнан саттық орта есеппен. Енді соны есептеңіздер ар жағын. Өздеріңіз есептеп санап аласыздар. Әр жерде әртүрлі бұзаудың бағасы, шөптің бағасы, жемнің бағасы. Сосын біздерде 13 сиыр сауылды биыл. 13 сиыр. Соның мына 4 сиырын ғана алып қаламыз. Сүті жақсы, қою 15-18 литр беретін сиырларды алып қаламыз. Іріктейміз. Қалғандар кетеді. Сосын қалған осы уақытқа дейін 9 сиыр сойдық. Соның барлығы орташа 175 пен 200 кило ет берді. Оны сатқанда біздер жалпы 350 мыңнан болды. Орташа 350 мыңнан саттық. 245-250 мыңнан алдық, 350 мыңнан саттық. 100 мың және сиырдан қалды. Сосын жазымен сүттің ақшасына жинап, мына 6, ана жерде бір бұқа бар, 7 бұқаны әкелдік. Осыларды міне бордақылап, байлап қойдық. Енді осыларды сатамыз және орны осыларға ақшасына және сиыр алып келеміз. Жалпы қысқаша есебім осы. Міне Алла қаласа мына жерге шөптерді кіргізіп қойдық. Қысымен осыларды береміз да, орын босаған бойдан және қаңтар, ақпан айында туайын деп тұрған буаз сиырларды әкеліп осы жерге байлаймыз. Сонымен осы достар. Кімде қандай
ой бар, кім қалай ұстайды, ақылдарыңызбен бөлісіңіздер. Хош, аман сау болыңыздар.